Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін уақытыңызды үнемдеп, дүкендегі қамырмен 10 минутта пицца жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Оның ешқандай да қиындығы жоқ. Дүкендегі қамырды осылай жақсылап ерітіп, екіге бөліп, суала қыламыз, сосын жұқалау етіп жайып шығатын боламыз. Менде осы қамырмен 2 пицца шықты. Қамырымызды жұқа қылып жайып болғанымыздан соң, шұжығымызды сыртын ашып, қалаған пішінімізде турап алатын боламыз. Неге турап болғанымыздан соң мен осындай ірімшік қолдандым. Ірімшігімізді міндетті түрде теркадан өткізіп аламыз. Не осылай әдемі болып шықты. Енді дайын қамырымызға қиындатпай кетчупты жаға саламыз. Осылай бір шеттерінен барлық жеріне біркелкі қылып тегістеп жағып шығамыз. Неге дайын болды. Енді үстіне шұжықтарымызды біркелкі қылып салып шығатын боламыз. Шұжықтарды салып болдық. Енді ірімшікті біркелкі қылып үстінен сүйіп шығамыз. Енді дайын болған пиццамызды 180 градусқа 15-20 минутқа духовкаға салып пісіріп алатын боламыз. Неге менің пиццаларым дәмді болып пісті. Бұның кәдімгі үйде илеген қамыр мен дүкендегі қамырдың еш айырмашылығы жоқ. Дәмі сондай керемет және жасалу жолы өте тез. Уақытымды да экономдап, отбасыма дәмді ас сыйладым. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналым пайдалы. YouTube'дан Мадинадан рецепт деп іздесеңіз, тегін мастер-класс барлығын таба алатын боласыздар. Тіркеліп қойып, қазақша контентті дамытыңыздар.